Прям бірінен кейін бірі шықты. Да, переоделись. Голосом едем. А их несколько батыров или один батыр? Два батыр. Екі батыр. Екеуі де сондай ма? Яғни екеуінде сен алдың, екеуінде ол болды. Мындай болды. Мен олар сағат 10 жарымнан бастап іздеген. Қайдасыңдар депші. Бәті айжа көрді олар бәрін жүргенші. И мен іздеп жатқаннан кейін мен ойладым, тек қана менің батырларым деп. И анандай болып қалды. Олар батырлардың қасына жақындамағаннан кейін өте таныс емес, өспеген адам. Ол айтып отыр ғой, мен олармен келіскен жоқпын, оны ерке болам деген менеджермен сөйлесті деймін. Мен білген жоқпын. Ой, ерке болар. А, біздің очки. А он через Март уже сделал, значит? Да. Сондай деді. Енді Мартада бір завод по производству батыров жоқ қой, сол ары кетсе екі бала шығар, айналдырған. Төрт батыр бар екен. Хотя бы төртеуінде жібермеді мен. Кімнің сөзі шындыққа жақын? Кімнің сөзі болғанда бұл жақта ортақ түсініспеушілік, мен жақтан да түсінбеушілік, ол жақтан да мысалы біз шынымен де білмедік. Бірақ менде дәйек бар, что мен заранее маған айтты дайын деп. Сондықтан халыққа ондай жаман ой салудың қажеті жоқ. Батырлар келген кезде ешқандай күмән болған жоқ. Батырлар біз билейміз ғой өнерде. Ешқандай күмән болған жоқ па? Ал? Батырлар келген кезде. Мен көрмедім ол батырларды. Дело в том, что мен мына жаққа кіріп кеттім и көрген жоқпын ол. Тек шығатын кезде ғана көрдім. Тек қана мына жаққа шығатын кезде ғана іздеп бастадым. Қайда жоқ қой, что-то жоқ қой деп. И сол кезде мен бірақ білдім, что оказывается ол осы кісілер екен, который мына жаққа Мединаға кіріп, потом Если сол батырлар Мединаның батыры екенін білгенде батырлар сіз шығатын бедің? алдын ала білгенде ма? Иә. Ну, конечно, енді бір адам, екі адамға кірген өзіне де маған да біртүрлі ғой. Сондықтан бәлкім шынымен де менің выступлениемде батыр қатты акцент қойылмаған. Акцент барлығы маған қойылды ғой негізі. Мен ойымша Медина осы батырлармен алып шыққан шығар. Бірақ Айжан батырларсыз-ақ өнерін көрсетіп алып шықты ғой былайша. Батырларға күні қарап қалған жоқ, ол именно ол кезде. Былай-ақ шоу жасады. Еще сол кезде бір жігіт болды. Ол қандай қызмет атқарды? Ол маған крыльяны әкеп. Негізі біз дефиле көрсетіп керек. Бір модель мені подводить етіп кетті да. Сосын мен оған жалғыз өзін шыға берші, крыльяны просто мен бүйтіп проводить етесін деді, ол хорошо деді. Негізі дефиле болу керек болған жігіттермен тоже. Тұрар, Мединаға дейін Жанелге сезімің тез ашылып, тез сөніп қалған болатын. Мединада ондай жағдай қайталанбай ма? Өте қиын сұрақ. Негізі мен өзім сондай адамға тез бауыр басып, тез снестеп кетемін деген. Ол честно айтқанда не только менің қолымда, и жанымдағы адамға да байланысты. Сол себепті бұл сұраққа нақты жауап айта алмаймын. Мединада саған деген тартылыс бар ма? Иә. Жұп болуға әрекет жасауға жассыңдар. Әлі сәл-пәл ерте сияқты кішкене уақыт керек бізге. Уақыт көрсет барлығын. Уақыт көрсет. Чапа. Не деген образ мынау? Адлия қалай? Ұнады ма? Жалпы осыған қатысам деп ойладым ба бұндай? Бұл киімін шешейін деп жатыр ма? Өз шешінетін шығар? Енді ойымды айтып жатырмын, білгеніммен бөліскен дұрыс шығар деп ойлаймын өзім. Одан кейін поправка, мынау бар ғой, негізі экомата. Банағы эфирда фото, обои деп айтылып кетті да, негізі бұл да экоматаның қалын түрі достарымның ажағын қараңыздаршы. Бұны негізі жерге лақтырсан, өзі шіріп, қоғамға ешқандай зияны жоқ мата ғой. Міне. Жарайды, Али мен Дианаға көшейікші. Али көбіне бильярдқа барады. Бильярдтың орнын Диана қашан басуы мүмкін? Мәссаған. Ол үлкен сұрақ. Мен Алиді әлі зерттеп жатырмын. Өйткені ол маған өте қызық персонаж, қызық адам. Мен оны зерттеп көргім келеді, қандай екен. Зерттегеннен не пайда? Өзіме да енді пайдасы тиеді, адамдарды тану ғой, жалпы маған жақсы емес адамдарды тану десем. Кімді зерттедіңіз? Біраз қашла зерттеп тастағам. Қазір көріп жатырмын. Вроде дұрыс келіп жатыр. Галина, енді Али мен Диана ортақ шықса эфирден шығып кетесің ба? Отырғым келмейді деп айттым ғой. Мен вообще-то көңілім қалып қойған сондай адамым ғой. Просто Мен бір сұрақ қойшы Галинаға. Түсінде жиі көресің. бұрын десе. Бұрын көрдің ба? Қойыңыздаршы, пожалуйста, мен мына сұраққа ше. Жиі ұйықтайсың ба десе, көп ұйықтайсың ба? Ұйқынан тұрғың келмейтін шығар. Қайдысың Айжан?
тұрар сөйтіп кеше жарнамада кешірім сұрады ма сен? жоқ, негізі көбісі жазып жатыр да, неге эфирде айтпайсыз. Эфирде мен выступленияден шығып кеткеннен кейін ол не айтқанын естіген жоқ. Сосын стористерді қарасам, айтады, Айжан договорилась, ұрлап алып бір нәрсе дейді. Маған жала жауып отыр. Маған неприятно. Олардың жекеменшік несі емес қой, мысалы? Жоқ, дело не в этом, просто мен білген жоқ, мен вообще кінәм жоқ. И маған келіп ұрлықшы деген, это просто край, я не знаю, что еще сказать. жоқ қараңдаршы, көзі ісіп кеткен түнімен жылаған, мысалы әр қазағым жалғызымды біз біреуге сөйлесек сендер жақтап шығасыңдар. Осы ма сонда сендердің қазақылықтарың? Тұрарға айтсай ма? Жоқ, тұрар емес қой, бұл маған хейт жазып жатыр, сообщение жазып жатыр, бәрі әсерде отыр ғой. Тұрарға да кеше айтқан, біреуін түсіріп біреуін көтермеді. Қалай өтті, бірінші кезең қиын болған жоқ па? Кішкене қобалжу ғана болды. Қатты қиын болған жоқ. Уайым болды сосын. Басқа қатысушылардың өнерін көріп, ай осының өнерін істегенде ғой деген өкініш болған жоқ, ба? ондай болған жоқ. Өйткені мен өзімнің идеям болды да, сол идеяны іске асыру ғана ойымда ғана. Ең әсерлісі өзіңе ұнаған кімдікі? Қыздар арасында. Енді шынымды айтсам, Галинанікі былай жүрекке тиді, одан кейін Диконікі да ұнады. Ал жаңағыда Спенсер эффекті шоу былай көрсетті дегендерге кімді қосамыз? Айжан, Медина и Ғырке. Басқа қыздардікінде енді айта кетейін. Машинаның кілтін Асат Абылайхан сұраса бересің ба? Не үшін сұрайды ол, если мен оларды бір жерге, бірна затымды өзіме керек. Кеше біраз қыздардың стористерін қарасам, барлығы маған дауыс беріңдер деп салыпты. Именно сен ғана салмапсың. Әлде халықтың дауысы сен үшін қатты маңызды емес па? Өте маңызды, неге маңызды емес. Менде керісінше көп қыздарға қарағанда қолдаушыларым аз ғой, менде хейт көп. Сол себепті негізі шындығына келген кезде мен модамен қарбалас болып шығатын киімімді тігемін деп 7 сағат сол киіміме арнадым. Сол себепті артық уақытым болған жоқ та, ана ссылканы қойып ұштамадың. Бірінші кезең қалай өзіңнің өнерің көңіліңнен шықты ма? Көңілімнен ай осы жерде осындай істеу керек еді. 70% ойымнан шықты только, 100% емес. Кімдікі көңіліңнен 100% шықты? Ондай вау болмады менде, честно. Тек Только Ақеркеде мынандай вау болды, ну прям шоу жасаған дейтіндей. Не айтасыңдар? Өзімше. Осы екеуінің арасында постоянно Баршы анақа? Бір андай семейный бір проблема шешіп отқан сияқты. Анақа баршы. Тағы өсектің дадым деп бірден анақа баш бар. Сонда сен бауырын... Бар. Сондай. Диана артық болып тұр ғой? Болды. Бар. Диана артық отыр ма? Болды. Сен қалай айбаттайсың білеміз осы эфирде. Досым деп алып кәдімгідей. Дос деген жақсылықты асырып, жамандықты жасыратын адам ғой. Бол келеді да, жамандықты асырып. Жоқ, адам атаға қасына жалғыз сұрағанда қасына дос емес, қабырғасынан әйелін жарып берген болған. Осылай барса енді істеп тұрсың бүште. Амина келген кезде Али да керек емес болып қалады ғой саған. Қайсы Ақерке? Жақсы, мен костюмді көп қуансыздар. Қалай өтті бірінші кезең? Күшті, өзіңнің ойындағыдай өнерің шықты. көңіліңнен шықты ма? Я, шықты. Қанша қаражат кетті? Болады, шамама қарай. Кеше Әділаға біраз ренжіп қалғанымыз бар еді. Бірінші кезеңде маған көмектеспеді деп. Қалған кезеңде көмектесе ма, қолсын соза ма? Я, созады ғой. Создырып жатыр. Кеше дейін сөйлестіңдер. Кеше уақыт болған жоқ, сөйлесіп едім, уақыт болған жоқ. Галина, дайындық қалай? Сәлеметсіздер ме? Дайындық өте қызу қарқындар. Мен достарым біледі, мені қарайтын сторисімді қарайтын. Кеше мына бабочканы жасай алмай қиналдым. Міне жасадым. Енді мына несін істеп отқан. Мамаңда кішігірім актрисалық өнер бар екен, мамаңнан дарыған ба? Я, мен мамам деген өнер адамы ғой. Жалпы әнші. Оны успел? Дико күшті екен образын. Өзің қолынан шықты ма? Я. Барлығы, ешкімнің көмектескен жоқ. Үнілерім көмектесем. Керемет екен, ана кардоннан. Сен түсірмедің бе фотоға? Аз не болды, наразылысың ғой прямо. Жоқ, просто
ана жердегі сайыстың талаптары бұзылып жатыр да, мата қолдануға болмайды деген сияқты ғой. Кімде қандай зат бар, сол қолдану керек. Иә, дұрыс. Ақеркенікі мысалы мен шартты бұзды деп айта алмаймын, себебі оныкі таза мата емес, тапқырлықпен жасаған нәрсесі. Мысалы Галина айтып жатыр, ой, мен 2 ай алдын тіккем, 2 ай алдын мен одан күшті киімдер тіккем, мысалы алып келсем болатын еді. Медина ма? дауыс бердің ба? За любой кипиш. Турсыз жыртылғанша. Турсыз жыртылғанша дейді.